Байболсыны Алладан бір, адамнан екі сұрап алған жалғыз ұлы. 5-6 қыздың ортасында өскендіктен бе бетіне жел тигізбеген. Әзизасын Байбосыннан артық көрмесе кем көрген емес. Ағыл-тегіл жылаған келіншек енесінен аяулы әжесінің иісі шығатынын байқап, одан сайын егілген. Сол күні келіншек енесінің жанына жатты. Байболсын күріш басында түнеген. Өсербай ақсақал ақылап, үкілеп, көрер таңын көзбен атырған. Кемпір түнімен шошып шыққан келінін ұшықтаумен болған. Күріштікті су алып, ары-бері шапқылаған Байболсын 3 күн дегенде әрең үйге келген. Көздері кіртиіп, сақал-мұрты едірейіп тұрған түрі адам шошырлықта екен. Ешкімге тіктеліп қарай алмаған. Әке-шешесі келінге байқатпай ұрсып алды. Құманы мен ақсүлгісін көтеріп әдеттегідей-ақ келіншек алдынан шыққан. Бірақ амалсыздан міндетін атқарып жүрген жаман солдат сынды сүлесоқ кейіпте. Байболсын кінәлі көзімен жапақ-жапақ етіп қараған, кешірім сұрағысы келген, бірақ қолынан келмеді. Ал келіншек күйеуін әңгіме айтар, кешірім сұрар деп күтті. Қорылға басып қамсыз жатқан күйеуіне қарап отырған келіншек шарасыз күрсінді. Иығына басын қойып, бала күндері туралы сыр шерткісі келген. Күйеуін күйеу ретінде, адам ретінде жақсы көретінін, осы бір қоңырқай өзгелерден айырмашылығы шамалы тірлігін жақсы көретінін, тракторға мініп күріштікке барғысы келетінін, бетіне тиген шапалақ үшін ешқандай кек сақтамағанын, бәрін айтқысы келген. Байболсын сол баяғы дүлей мінезіне салды да, ала таңнан келіншегі дайындап қойған азанға асқа қарамастан күріштікке аттанған. Кешке тағы да көз ұшында қол бұлғап кетті менің ақ кемеме салып келген. Байғұс келіншек жаны қалмай жаутаңдаған, бар жан тәнімен бала туралы әңгіме қозғамаса екен деп тілеген. Керуер түсінде ықылық атып отырған Байболсын Әзиза деген. Әзиза, мен баламның болғанын қалаймын, сен ше деген. Келіншек тіс жарып ештеңе демеді. Егер кеткің келсе, мен қарсы емеспін. Сен бәрібір мені жақсы көрмейсің ғой. Байболсын не айтып отырғанына мән бермеген. Ашулы көздерімен жалт етіп қараған келіншек, бұл әңгімені неге бостан 4 жыл бұрын айтпадың? Неге сол кезде кет деп айтпадың? Деген ызаға булығып. Өмірінде бетін қайтарып, қатты сөйлемеген келіншегіне Байболсын таңғала қараған. Екеуінің әңгімелері аяқсыз қалды. Ата-енесін келінге ғана тән аса бір ізеттілікпен Бөкенбай шалдың асына жіберген соң, келіншек үй ішін ықтияттап жуып шықты. Есік алдын айнадай етіп сыпырды. Ып-ыстық қып нан жауып, тамақ пісірді. Самауырға шай қойып, дастарқан жасап, бетіне ақ мәріні жапқан күйінде қалдырды. Сосын кішкентай қол сөмкесіне бар құжатын жинап салып, өзіне белгісіз беймәлім бағытқа жолға шықты. Мен кетейін, бала туалатын басқа әйел алсын. Еркек кіндіктен жалғыз ұлдың бағын байламайын дейді өз-өзіне сыбырлап. Ауыл сыртындағы жалғыз аяқ жолмен орталыққа қарай ағыл-тегіл ағып жатқан машиналар өтетін үлкен трасқа кетіп бара жатқан Өсербай ақсақалдың келіні қызыл орамалы желбіреп жолға шықты. Ауылдан әбден ұзамай басындағы орамалын алмады. Ойы қаладағы группалас қыздарына бару, ләжі келсе оқуын жалғастыру. Туған үйін өлсе де аттап баспас. Қайтып келген қыз кімге сыймақ? Байболсын түскі асын үйге барып ішкісі келген. Келіншегін көргісі келді. Жүрегіне әлде бір жылы сезім енген. Қандай жағдай болса да мен сенен айырылмаймын. Баланы асырап ағаламыз, бірақ сен кетпеші. Мен сені жақсы көремін ғой, деп күбірлеген. Әзизаш, Әзизаш, сен қайдасың? Мен келдім ғой. Тамағым дайын ба, қарным ашып тұрғаны? Байболсын ауланы басына көтеріп, айқайлай кірді. Жылы су толы құманы мен ақ сүлгісі бар келіншегін күткен. Көре сала көтеріп алып бар сыры мен шынын айтпақ. Бірақ келіншек Байболсынды да,
ауаны мен астан қайтқан ата енесін де қарсы алмады. Сол түні Байболсын еріксізден еріксіз жылаған, ақылмен емес, арақтың уытымен шыққан бойсыз сөздерін есіне алып, күйіне жылаған. Екі көздері төрт боп елеңдеп жолға қарағыштап жүрген әке-шешесіне Әзизаның енді қайтып келмейтінін бүгежектеп отырып айтқан. Әкесі қолындағы дырау қамшысымен бұның жон арқасынан тіліп түсті. Ысылдап тұрып, ессіз неме, жынды суды ішіп есірген ессіз неме, деген. Байбосын бүк түсіп отырып қалды. Шешесі істіккен боп ішкі үйге кіріп жылаған. Өсербай ақсақал жоқ қараған боп қора сыртына шығып жылаған. Осы бір шүйкедей ғана бұйра басы ақсары келіншектің қаншалықты қымбат екенін сонда ұққан. Бұл үйдің жылуы сол бар екен ғой, өзімен бірге бар жылылықты алып кеткен екен. Қан сарайындай көрінген 6 бөлме үйі қаңырап қалған. Тіпті қыт-қыттаған қара тауыққа дейін қызыл орамалды келіншек тіздеген. Желіні сыздаған қара сиыр да қызыл орамалды келіншек тіздеп мөңіреген. Бұйра бас лақ қораның бір бұрышына тығылып қызыл орамалды келіншекті күтсін. Ал бұл көздеріне бар мұңды толтырып алып, күлімсіреп жүретін Әзизаның қызыл орамалы мен сары гүлді алжапқышы көз алдына елестеп жыласын. Өкініштен бармағын тістеп тұрып жыласын. Келіншегіне қол көтерген сол бір күнді қарғап жыласын. Шынымен ақ кемесі қол бұлғап кеткен екен. Әзизаны қаладан құрбылары күтіп алған. Келіншек қызыл орамалын басынан жұлып алып, сөмкесіне тыға салған. Бастары қосылғасын бір көңілді дырду басталып кетті. Аз-аздап ақаңнан ұрттаған келіншек еш нәрсе ойламаған. Сілікпесі шығып билеген, басы қалт-құлт етіп бір бұрышта жылаған әжесін іздегендей. Бұған білдіртпей сырттай бақылап жүрген жақын құрбысы жанына жетіп келген. Бұған ойлы көздерін қадап тұрып, Әзиза не боп жүрсаған деген. Әзиза құрбысына тік қарай алмады. Келіншек ертеңіне күйіп жанып қатты ауырды. Сандырақтап әр нәрсенің басын шатып сөйлейді. Қара тауығы, бұйра басылағы, қара құрт шаққанда қиналып өлген қарешкісі, бір сауғанда бір шелек сүтті бір-ақ рет беретін қара сиыры, енесінің жабырқаулы жүзі, атасының ашулы кескіні, кінәлі көзімен жалтақ-жалтақ етіп қараған күйеуі түнімен түсіне кіріп мазасын алған. Біресе арбасыз қара ешекке мінген әжесі бұған салқын қарайды екен. Әжесінің ешекке мінгені жанын шошытты. Мен саған аманаттаған ар ұятың қайда, дейді де әжесі күнге шағылысқан күміс шалғыны бұған қарай әуелете лақтырады. Әзиза шырқырап жылап әжесіне қарсы жүгірген. Сірә түндегі арақтың әсері болса керек. Құрбысының есі шықты. Әйтеуір Әзиза кешқұрым басын көтерді. Есік алдына шығып отырмақ боп сыртқа беттеген, кенет енесінің майлы сүттен жасайтын сары құртына аңсар аусын. Аузынан сілекейі шұбыра құрт іздеген. Іздегені құрт емес, майлы палау сияқты ма, немене? Біресе құрсағында әлдене жыбырлайтындай. Әжелгіде түкке түсінбеген Әзиза қуаныштан еңіреп қоя берді. Әжесі күміс шалғысын бекер лақтырмаса керекті. Өзінше ұршық үйірген боп, ішкі бойымен арпалысып отырған кемпір есіктің көзінде не бері, не әрі аттамай, селтиіп тұрған келінін көргенде қолынан ұршығы ұшып түскен. Келіншек сасқанынан басын сипады. Орамалым бар ма деп ойлаған. Мал жайғап жүрген Байболсын қызыл орамалдыны көзі шалып жүгіріп жеткен. Қақырынып ағаш үйден шыққан ақсақал келініне көзі түскенде намаз оқымақ ойын ұмытып қалды. Қызыл орамалды келіншек иіліп сәлем салған. Сәлем салғанда аптығып, әже деген, әже, майлы құрт берші деген. Көпті көрген көнегөз кемпір құдайлап келініне тұра жүгірді. Өсербай ақсақал құбылаға қарап, Аллаға мыңда бір шүкіршілік еткен. Қора ішінде бұйығып жатқан бұйра бас лақ маңырап атып тұрды.
Жағы қарыспай қытқыттап жүрген қара тауық кетегіне қарай беттеді. Қара сиыр мөңіреп қоя берді. Байболсын өмірі істемеген әдетін істеп, келіншегін құшағына қысқан. Келіншегі жас толы қуанышты көзін күйеуінен жасырып, әлдене деп құлағына сыбырлаған. Жасы 30-дан асқан отағасы балаша секірді. Кемпір босағадағы стол үстінде жарбиып жатқан телефонның құлағын бұраған. Көрші қолаң құда-құдағиларды шақырып, ауыл үлкендерін жинап, бір шәугім шәй берейік, баталайық, дейді жан тәнімен бір алласына сыйынып намазына берілген шалына. Шалы намаз оқығанда сөйлемек түгілі намазын бұзамыз деп жыбырламайтын әдетін ұмытып кеткен сыңайлы.